Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Прага тортын жасайтын боламыз. Бұл өте дәмді, ауызда еритін шоколадты торт. Жұмыртқаға шым-шым тұз салып, жақсылап шайқаймыз. Қантымызды бірден салмаймыз. 3 бөлікке бөліп, 5 минут шамасында жақсылап шайқаймыз. Енді осының үстіне ұнымызды, крахмал, какао қосып, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Міндетті түрде бәрін илегіштен өткізіп аласыздар. Ұнымыз әбден араласу керек. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минут шамасында пісіреміз. Шоколадты крем дайындаймыз. Сливкиді газға қойып, қайнайын дегенде өшіреміз. Қайнатпайсыздар. Ыстық сливкиді шоколадқа құйып, бір келкі болғанша араластырамыз. Пленкамен бетін жауып, суытып, тоңазытқышқа 8 сағатқа қоямыз. Бисквит дайын болды. Ыстық күйінде пленкаға ораймыз. Бөлме температурасында суытып, тоңазытқышқа 8 сағатқа қоямыз. Бисквитті 3 бөлікке бөлеміз. Осылай бізде 3 бөлік шығады. Крем дайын. Кремді миксердің көмегімен 1 минут шамасында шайқаймыз. Енді бисквитті ылғандырамыз. Ол үшін қант пен суды отқа қойып қайнатамыз. Салқындатып бисквитке себеміз. Кремді бисквитке бір келкі етіп тегістеп жағып шығамыз. Торттың бетіне кремін жағып, 5-6 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді ганашын жасаймыз. Шоколад пен майды ерітіп аламыз. Енді осыны торттың бетіне бір келкі етіп құйып шығамыз. 5-10 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз.
Әсемдік үшін бетіне еріген шоколадты құямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.